желтоқсанда халықаралық мүгедектер күні деп жариялады. Мақсаты мүгедектігі бар адамдарды қоғам өміріне интеграциялауға назар аудару. Бүгінгі күні аймағымызда 31 мыңнан астам мүгедектігі бар адам тіркелген. Оның 5 мыңнан астамы балалар. 2021 жылдан бастап мүгедектігі бар адамдарға берілетін барлық техникалық оңалту құралдары мен қызметтері әлеуметтік қызметтер порталы арқылы жүргізілуде. Бұл цифрлық алаңда мүгедектігі бар адамның өзі электронды цифрлық қолтаңбамен оңалту құралдарын дербес таңдауына мүмкіндік алады. Есепті кезеңде облыс бойынша әлеуметтік оңалтуды қажет ететін 26.900 өтініш берушінің 24.886-сы портал арқылы әлеуметтік оңалту шараларын алады, немесе 92,5%-ға орындалады. 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобасына 2453 мүгедектігі бар адамдар қатысып, олар тұрақты жұмысқа және жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартылды. 2022 жылы бейімдеу жоспарланған 277 объектінің барлығына бейімдеу жұмыстары жүргізіліп, республикалық қолжетімділіктің интерактивті картасына енгізілді. Медициналық әлеуметтік мекемелерде және мүгедектігі бар адамдарға арналған оңалту орталығында жыл басынан барлығы 1845 адамға стационарлық және жартылай стационар жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетілді. Сонымен қатар мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде үкіметтік емес ұйымдармен 153 мүгедектігі бар балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетілуде. Облыста инватакси қызметін 32 автокөлік жүзеге асырады. Оның ішінде 12 автокөлік кресло арбаның көмегімен қозғалатын мүгедектігі бар адамдар үшін бейімделген. Сонымен қатар, ағымдағы жылдың тамыз айында Қызылорда қаласында қалаішілік қоғамдық көліктерде пайдалануға 100 үлкен сыйымдылықтағы кресло арбаның көмегімен қозғалатын мүгедектігі бар адамдар үшін аппарельмен жабдықталған автобустар сатып алуға шарт жасалып, бүгінгі күнге оның 82-сі пайдалануға берілді. Ерекше қажеттілігі бар балаларға қосымша оңалту қызметтерін көрсету мақсатында өңірімізде 2017 жылдан бастап мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде ипотерапия мен оңалту қызметі жүзеге асырылуда. Биылғы жылы 200 балаға ипотерапия мен оңалту қызметтері көрсетіледі. Сондай-ақ, биылғы жылы мүгедектігі бар адамдар мен балаларда әлеуметтік қолдауға арналған әлеуметтік маңызы бар іс-шаралар өткізуге облыстық бюджеттен қаржы бөлініп, Қызылорда облысының мүгедектер қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен мүгедектігі бар адамдар мен балаларда спорт жарыстарына, фестиваль, кино, музей, театр әлеміне, тарихи орындарға саяхат жасау іс-шаралары өткізілуде.
Қайырлы күн, қадірлі жиналған қауым. Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының мемлекеттік әлеуметтік тапсырысы негізінде 3 желтоқсан халықаралық мүгедектер күніне орай мерекелік іс-шараға қош келдіңіздер. Халықаралық мүгедектер күні елімізде 1992 жылдан бастап аталып өтуде. Ерекше жандарға, оның ішінде жастарға еш кедергісіз жағдай жасау, оларды жұмысқа орналастыруға көмектесу және белсенді өмір сүруіне ықпал жасау, жан-жақты қолдау көрсету — бұл біздің қоғам алдындағы парызымыз. Қаншама жанның жүрегіне жылу ұялап, өмірге деген құштарлығы оянып, сөнген үміттер қайта жанып жатса, мақсатымыздың орындалғаны деп білеміз. Сөз облыс әкімінің орынбасары Сақтаған Нұрбек Аманұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті жерлестер, қадірменді достар. Қандай мемлекет болмасын, ол мемлекеттің құндылығы мен ізгілігі сол елдің балаларына, қарттарына, ерекше қамқорлықты қажет ететін жандарына деген қарым-қатынасымен айқындалады. Жоғарыда айтылып өткендей, 1992 жылы Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы осы желтоқсан күнін мүмкіндігі шектеулі жандар күні деп атап бекітті. Бірақ біз тек осы бір күнде ғана қасымыздағы мүмкіндігі шектеулі достарымызға назар аударып қана қоймауымыз керек. Жыл 12 ай осы жандармен бір болып, олардың мұң-мұқтаждарын тыңдап, қолдан келгенше жебеп көмектесіп тұруымыз біздің азаматтық парызымыз. Мемлекет басшысы өзінің Қазақстан халқына жолдауында мүмкіндігі шектеулі жандарға бірдей мүмкіндік жасау біздің парызымыз деп ерекше атап өтті. Осы орайда елімізде, оның ішінде біздің облысымызда да тиісті үлкен ауқымды шаралар өткізілуде. 2021-25 жылдары арнайы жоспар құрылып, осы жоспар аясында биыл мысалы 277 нысанға тиісті бейімделу жұмыстары жүргізілетін болса, 100% осы жұмыс атқарылды. Қаламызда 32 инватакси жұмыс атқарады, оның ішінде 12-сі осы кресло арбамен жүретін адамдарға арналған арнайы такси. Бұл инватаксилердің жұмысына бюджеттен 75 миллион теңге қаржы қаралған. Сондай-ақ осы тамыз айында тиісті келісімшарт жасалды. Қалаішілік маршруттарға арнайы 100 автобус енгізу жөнінде. Ол аппарель құралдары қолданыла отыр. Бұл автобустарда осы кресло арбамен жүретін жандарға оңтайластырылған автобустар. Бүгінгі күні оның 82-сі келді, қалғаны жыл аяғына дейін беріледі деп күтілуде. Сондай-ақ 37 миллион теңге біздің үкіметтік емес ұйымдарға бөлініп отыр. Осы мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмысқа тартып, немесе соларға басқа да арнайы қызмет көрсететін ұйымдарға. Бұл жұмыс арман қарай жалғасын таба беретін болады. Қадірменді достар, ұлы ақынымыз Абай Құнанбаев айтқандай, әр қазағым жалғызым демекші, бізге әрбір адам қымбат. Әр адамның өмірі бұл шын мәнінде баға жетпес байлық. Сондықтан да сіздермен біздер болып бірге жұмыс жасауымыз керек. Тиісті оңалту шараларынан қалмай, қолдан келетін жұмыстар болып жатса соған тұрып, жігерленіп, жетістіктерге сеніп, жұмысқа ынталанып, сіздер өз жақтарыңыздан, біз өз жақтарымыздан бейімдеу шараларын жүргізіп жатсақ, сондай тиісті жағдай жасалған орталығына ұйымдастыра білсек, міне бірлесіп қана жұмыс жасасақ, біз үлкен нәтижелерге жетеміз. Біз әрдайым сіздердің
мұқалмас осы жігерлеріңізге басымыз иеміз. Бұл өмірге адамдар кемтарлық болып туып келуі де мүмкін, немесе өмір болған соң түрлі апаттық жағдайлар, көлік оқиғалары болсын, қаншама адамдар осындай ерекше қамқорлықты қажет ететін жан болып қалады. Бұның барлығын дұрыс түсіне біліп, әрдайым сіздерге барлық қолдан келгенше жағдайды жасау, тағы да қайталап айтамыз, біздің асыл парызымыз, міндетіміз. Сіздерге жігерлеріңіз жасымасын, болашаққа сеніңіздер. Сіздерге мықты денсаулық, қажымас қайрат, жақындарыңызға, өздеріңізге бірінші кезекте мықты денсаулық тілей отырып, өмірлеріңізге сәттілік тек қана алға дегім келеді. Рахмет. Көп рахмет. Жыл көлемінде белсенді болған әр саланың үздіктері облыс әкімінің орынбасары Сақтаған Нұрбек Аманұлының арнайы алғыс хатымен марапатталады. Бақытжан Нұрсұлтан ағамыз марапатталады. Қошемет көрсетейік. Шонабаева Арайлым. Махамбетова Мөлдір. Төлегенова Лаура. Атсыбетова Күнсін. Қошемет көрсетейік. Тастыбай Гүлнар. Мусулимова Есібелі. Ибрагимова Айгүл. Желтоқсанның халықаралық мүгедектер күні аясында Қызылорда облысындағы жыл көлемінде жетістікке жеткен жандарды марапаттауға кезек берейік. Номинациялармен және 100 мың теңге көлеміндегі қаржылай сыйақымен марапатталады. Үздік белсенді 2022 Накипова Жанар өзінің мүмкіндігі шектеулігіне қарамастан өзі сияқты тағдырластарға адресті түрде жұмыстар жүргізіп, оларды қоғамдық ортаға тартуда. Накипова Жанар үздік белсенді 2022 марапатталады. Қошемет көрсетейік. Арнайы 100 мың теңге қаржылай сыйақымен қошеметімізді аямайық. Сарыкулова Асия мүгедектігі бар адамдарға және балаларға түрлі іс-шаралар, семинар тренингтер ұйымдастыруда. Сарыкулова Асия апайымызға бір қошемет көрсетейік. Акмагамбетова Тамара кәсіпкер, өзі секілді тағдырластарына жұмыспен қамтып отырған белсенді жан.
Армағамбетова Тамара апайымызға бір қошемет көрсетейікші. Көксейбаева Зәуре қоғамдық өмірге белсене араласып, тағдырластарына жан-жақты қолдау көрсетіп жүрген белсенді жан. Келесі марапат үздік спортшы 2022 Абжан Айбек пауэрлифтинг спорт түрінен халықаралық және республикалық чемпионаттардың жүлдегері, халықаралық спорт шебері, қазіргі таңда жасөспірімдерді спортқа баулуда. Абжан Айбек ерекше қошемет болсын. Үздік өнерпаз 2022 Әбілқасымов Нұрмұхаммед Сырдария ауданының тумасы, ақын, халықаралық және республикалық фестивальдердің жеңімпазы, тағдырымның жанары, тасжарған кітаптар жинағының авторы Әбілқасым Нұрмұхаммед ағамызға қошемет көрсетейік. Гүлшигарова Күлбаш, Сырсуы ансамблінің бишісі, әрі әншісі, Қызылорда қаласындағы арбадағы спорттық бидің негізін қалаушы. Махамбетова Кенже, ақын, әнші, мәдениет майталманы, түрлі фестивальдер жеңімпазы. Мүгедектігі бар балалармен нәтижелі жұмыс жасаған үкіметтік емес ұйым 2022 номинациясы бойынша Дәметкен жеке қайырымдылық қоры Қармақшы ауданындағы 75 жуық мүгедектігі бар балалармен жұмыс жасап отқан орталық және оларға түрлі әлеуметтік қызметтер көрсетуде. Дәметкен жеке қайырымдылық қорына бір қошемет көрсетейік. Дәл осындай номинациямен Шуақты Бөбек қоғамдық қоры 2017 тамыз айында Даун синдромына шалдыққан балалардың ата-аналарының қолдауымен құрылған. Қазіргі уақытта қор облыс бойынша 150 астам отбасына біріктіріп отыр. Марапаттарыңыз құтты болсын, сіздерді естелік суретке түсуге шақырамыз. Барша марапат иелеріне бір қаттырақ қошемет болса, бүгінгі марапат иелеріне. Марапат иелеріне сіздердің қошеметтеріңізбен сахна төрінен шығарып саламыз. Көп рахмет. Келесі кезекте мерекеге арналған концерттік бағдарламамызда қабыл алыңыздар. Әйгерім Өмірбекті аялы әнімен қарсы алайық. Жүректі жаулайтын махаббатым сен
келген спорт шебері, облыстық республикалық байқаулардың жеңімпазы Айтпенбетова Айша Саба биімен. I'm a godless spy, cover all of your secrets, I want them. There's no stopping me now. I'm a liar, playing the game of desire, and gonna leave no survivors. Would you fall for me now? Just like Cleopatra, the army of lovers. Set a fire. Undercover, I am a dangerous lover, drinking my poisonous water, and you're under my spell, mesmerizing, moving my hips, you are trying, you can resist, try to fight it, got a story to tell, just like Cleopatra, the army of lovers, I set a fire. Let's go. Айтпенбетова Айша. Түркия, Лондон, Беларусьта өткен байқаулардың бас жүлдегері. Номері 6 есту қабілеті бұзылған балалардың арнайы мектеп-интернатының Лашкари ансамблі. Абайдың күйі Торы жорға.
Қазақстан Best Games өнер фестивалінің жеңімпазы Төлегенова Лаура Бағдатханқызы «Мен бір күні танымастай өзгерем» Мұқағали Мақатаев шығармашылығынан. Мақсатым бар, нысанадай көздеген. Сол мақсатқа жетемін деп сөз берем. Көзге ілмей жүрген кезде барлығы, мен бір күні танымастай өзгерем. Аяғымнан шала берсін жүздеген, мейлі жаман ере берсін сөз деген. Қадірімді ұға алмаған жандарға айтарым бар, мен бір күні танымастай өзгерем. Арманымның асып өтем асуын, оңай емес қиындықтан қашуым. Мен өзгеріп, басқа адам болғанда, оятпаңдар намысымның ашуын. Мен жеңістің биігіне шығамын, естеймісің көкте тұрған мұнар күн. Қыран құстай кеңге жайып қанатты, ей асқар тау, мен де сендей бір күн болармын. Мен сүнбеген сезіміммен алдаған, бірақ менің үмітім мол Алладан. Көресіңдер, дәлелдеймін өзімді, пенделер бар мені тани алмаған. Жақсылықтан үмітімді үзбеймін, іздейді адам өз керегін іздеген. Жеңіс құздың бір қиясын мекенде, мен бір күні танымастай өзгерем. Баршаңызға мен сөз берем. Лаура Бағдатханқызы. Сыр-сұлу ансамблінің күйшісі, әншісі, республикалық, облыстық өнер байқауларының жеңімпазы Күншығарова Күлпаш ханымды Латиф Хамидидің «Бұлбұл» әнімен сахна төріне шақырамыз. Бақытты да, бай қуатты болайық. Бәрімізде
Окса Бағланова кезінде мақтанышы апаңыз орындаған Ах, Самара городок. Қабыл алыңыздар. Қабілеті бұзылған балалардың арнайы мектеп-интернатының оқушылары, республикалық, халықаралық байқаулардың лауреаттары Алина Әншумұратовалар сырласу әнімен қарсы алыңыздар. Барлық сырын үйретеді ғаламның
Гаухар би мен Нұргүл халықтық би ансамблі. Нұргүл халықтық би ансамблі. Туған жерім тамаша әні орындайтын Елжан Берсенбаев, Әзімхан Төлегенов, Әйбек Шүкіров.
Қадірлі әлеумет, біз бүгін ерекше жандардың өмірге деген құштарлығына, өнерге деген адалдығына куә болдық. Сіздердің әрбіріңізді қоғам дамуына қосып жүрген үлестеріңіз үшін шынайы алғысымызды білдіре отырып, келесі кездескенше күніміз нұрлы болсын демекпіз. Өнер өрісті, еңбек жемісті болсын. Қош, сау болыңыздар.